Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, оңай жасалатын панкейкидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осылай көпіршігенге дейін араластырып, оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Және де ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Електен өтілген ұнымызға жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, қозғап отырамыз. Қамырымыз осындай қоюлықта болуы керек. Сосын қызып тұрған құрғақ табамызға біраз қасық қамырымызды құйып пісіріп аламыз. Орташа отта болуы керек. Табамыз құрғақ болуы керек. Осындай көпіршіктер, тесіктер пайда болғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Панкейкіміз дайын болды. Сондай дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Таңғы асқа өте жеңіл тағам. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.